Мен менің ноутым қайда кетті, өзімен қайда қойып қойдым оны. Сондықта жоқ. YouTube ұстамай или. Қаяқта екен ол, мен таппай жатырмын шаман. Мен қайда тастадым аяқта. Так. По идее, YouTube хауста болу керек или қалада ма? Жоқ, басылайықшы есікті. Бүгін есік жылы болып тұр. Есікті салайық онда. Так, мына желдерде бұл жерде жоқ, бұл жерде тек тест, сондай қағаздар. Бұл жақта емес, явно. Басқа қаяқта енді ол? Мен білмеймін демес па? Так, мына ноут. Жоқ, бұл ноутымыз басқа ноут еді ғой менде, көзінсізде тұрған. Так, бұл емес. Бұл компьютер. Яқта жоқ болды. Бұяқта да жоқ. Қаяқта өзі ол ноут? Так, бұл iPad. Өзі қаяқта. Мен қайда қойдым? Оның өзі. Ана компьютерный клубта емес па? Мен соңғы жақта компьютер ойнаған сияқты едім. Өзі компьютерный клуб жақта ма деймін. Қаяқта басқа ол? Так, компьютерный клуб жоқ, бұл жақта жоқ. Қаяқта бұл жақта жоқ. Басқа қаяқта енді ол? Мен бір именно керек кезде жоқ болып кетеді та ше. Мынау үй не істеп тастағаны жедел. Тоқташы, мен ноутым по идее қалада ма или? Мына яғни өлтіріп топырақ сөйіп тастаған. Топырақ өлтіріп сөйіп тастаған. Жедел. Ау. Жатам жедел, анау үйі не болған өзі? Артында топырақ не сөйіп тастаған? Білмеймін, ол. Саян әйтеуір ол жедел біраз болды көрінбей жүргенде. Үйді жаттаны өшім. Не толтырып тастаған ғой топырақ. Әйтеуір тола жолды бәрін бұзып тастады ғой. Сон алып тастаймыз ба деп отырық енді. Бірақ әлі біраз күн бар ол. Шақырған адамдар әлі келген жоқ. Өзіміз ала берейін десек біз енді мен қолмен бізге ыңғайсызда ше. Соған сен алып тастайсың ба өзі? Алып тастағанда қалай өзі? Мен қолым босамай жатыр, өзіме де бір не істеп жатырмын, бір нәрсе жоғалтып алғаным, соны таппай жатырмын мен өзімде. Онда жарайды. Онда қоя бер, өзіміз аламыз және бір нәрсе істейміз ғой. Я сен де сөйтпесеңдер, общем. Әпсе мен қолым босамай жатыр. Тоқташы, мына жақта емес па? Мұшақ қалайсың? Так, общем, сей салайықшы вообще. Бұяқта жоқ, бұяқта вообще ноут жоқ. Бұяқта ноут қоймайғам. Вообще не өп кетті өзі? Қаяқта басқа өзі неді? Тоқташы, менде қалада емес. Мұны мен мына жетелге берген сияқты оны. Осы жетелге бердім ғана. Топырақ болып отыр. Мен мына жетелге бердім ғой, мына жетел қайда вообще? Ешері быт-жыт болып отыр ғой, мына жетел не, айбай. Бұл жетел көрмей кетті айтпашы бірақ ше. Тоқташы, мен бұл жетелге барып көрейінші. Жетелдер, ол жетел үшін біраз бойы көрмей кетті дейді ғой, барып көрейік енді. Менде топор бар, бірақ топормен ана ағаш сындыра саламыз. Терезені бәр жерді ағашпен жауып тастапты ғой төр. Так. Опа. Сындырдым. Мына сындырамыз. Опа, сындырдым. Так, есік ашылмай тұр ғой. Кирка керек маған, кирка. Ана құтап тастап, одан кейін еще жапқан басынан бір нәрсе ғой. Материалмен ба киркамен тартып қалайықшы. Бұлай.
Тығымызды тартып қаламыз. Тығымызды тартып қаламыз. Тығымызды тартып қаламыз. Ашылды. Мынашы не болады? Шаң мынашы. Бай. Мынаның нема? Әйтеуір ашайық енді. Так, ауа кірсін сәл. Неяқта вообще неғып кеткен сыртынан. Ташта? Сыртынан, ішінен жауып тастаған. Не бар бұяқты соншалықты? Сундук бар, верстак бар. Сундукта. Не ну? Не бар бұяқты бәрір? Неяқта ішіне шоқырады сөйтіп қойықшы. Тряпка жоқ па өзі? Тряпка жоқшы ба бір? Қақта тряпка жетеді деп сұрай салайыншы. Болмаса өзінің үйінде тряпка бір нәрсе бар шығар. Жинастырып беріп жіберейік болмаса. Так, бізде тряпка. Так. Қолымыз сүте салайықшы. Неқтар, так, сүтіп жіберейік. Так, үй? Но не болды? Но не дады? Қытыш? Жауып қойық. Так. Мынау не болды сонда? Саштанан, сындырақшта. Опа. Болды сында. Опа. Сында. Мынау немене бәді тады? Алмазный. Мына жететін затын өзі. Тоқташы, ішіне кіріп көрейші. Мен мынаның не ақ тұрған мен ең түсіндім достар. Достар, сіз видео бастап кетейін да мен айтпашы. Так, браңыздар достар, мен бірге мен санайық достар. Бүгінгі видеода достар, үшін біздер қарасаңыздар, мен де мына жақта мынандай жетелдің үйінен осындай бір нәрсе тауып алдым достар. Менде видео бағанадан бері қосылып тұр екен достар, мен оны байқамай қаптым. Қараңыздар, мен осындай жетелдің үйінен осындай зат тауып алған болатын достар. Мен үшін одан ноутбугымды іздеп келген болатын. Ол жетел үшін достар ауылда көрінбей кетті дейді. Мен ол жетелге вообще мән бермеппін достар. Ол да көрінбей үйі шіріп быт-шыт болып отыр. Қарасаңыздар, шынымен жауып тастаған ағашпен тастар шіріп жатыр. Мына үйде шіріп жатыр, достар. Мен бұтын барсам, үйі шаң быт-шыт. Картинканы сүртіп қалғаным, мынандай түсіп қалды. Картинкасы түсіп қалды да, артынан мына зат шықты достар. Мен сондықтан мына затты тауып алдым. Мынау не үшін керек екен, мен енді қазір түсініктім достар. Бұны қараңыздар, былай қоясың. Мен дұрыс қоймадым. Так, тапырмы сындырып алайық. Мен дұрыс қоймадым достар. Вот. Осындай қараңыздар. Былай мінесің, жатқызат көрдіңіздер ма достар, осындай. Енді мұны яқта қараңыздар достар. Так, мұны сындырып ала салайық достар біз. Қазір керек болады. Ой, ё-майё. Үстемізді кіріп аламыз. Неқа кірудің өзі бір проблема ау достар, осындай болса. Әттен менде андай не жоқта ше. Кіреміз. Мұнан қараңыздар, бәрі алмазный ғой. Алмаз бірнеше ақша тұрады ғой негізі. Естарыңыздар. Кәдімгідей қымбат естер. Мұнан қараңыздар, ақша жатыр шашылып. Мына достар, мына есікті ашам достар, явно бұл жерде бір бөлмемі бар секілді. Достар, давайте 5-ке дейін санайын достар, оған дейін сіздер каналға тіркеліп лайк басып подписаться етіңіздер достар, давайте. Мен санауды бастаймын достар. 1, 2, 3, 4, 5. Санап болдың ба? Серьезно? Болды, мен есікті ашам. Аталарының жақсы көрсеңдер достар, давайте басып кетіңдер. Достар,
келе жатқан 8-ші наурыз үшін қыздар мейрамы құтты болсын достар. Давайте тіркеліп кетіңдер, каналыма 200-ге жеттік, давайте 300-ге жеттік достар. Айтпақшы достар, менде достар видео неліктен аз просмотр жинайды достар. Давайте толтырып достарыңызға жіберіп, осы видеода давайте сразу 50 подписчик жинап тастайықшы достар каналыма. Сонда бізде 250 подписчик дейін болады достар. Давайте сөйтіп біз 250 подписчикке жетіп и 300-ге тезірек жетейік достар. Ал есікті ашамыз. Опа деп ашамыз. Кіреміз. Ақшаны қараңыз, ақша жасылып жатыр. Ема, қараңыздар ары. Алмазный, мынандай кровать, мынандай қымбат сағат. Мына сағат достар 1 миллионнан көп тұрады ғой примерно, по идее. И алмазный нехта сағат. Достар, 2 сағат, бірақ мұны қолға тағатын часы үшін. Мынаған қараңыздар, орындық алмазный. Отырып қойыңызшы. Чемодан. Что за чемодан? Ашып қойыңызшы. Мынаған қараңыздар, тоже чемодан. Зат. Алтындар. Чемодан жауып қояйық. Так. Мынаны қараңыздар, мынау да алтыннан жасалғандай зат. Достар, айтпақшы, мен бір нәрсе көрдім мына жерден ше. Мынандай, өшім қоңыр плита сияқты есік. Мынандай ше. Бірақ бұл осындай қоңыр түс екен да. И енді давайте осыны біз алып көрейік. Жетелдікі мана негізі вообще. Сындырамыз да. Көтер. Қоя салайықшы. Давай ашамыз. Ашылмайды ғой. Ашылмай жатыр. Қараңыздар толпаменде. Давайте бір бұрышына тесік тығып, тығамыз ана кепканың ұшын сөйтіп сындырамыз. Так. Опа. Так. Опа. Не ашылмай жатыр достар. Так. Опа. Ашылды достар, ашылды. Мияқта табыр нәрсе бар достар. Не істемей жатыр. Сындыра салайықшы болмаса достар. Сындырылды ғой достар. Есік ашылғаннан кейін барып сындырылды достар. Не жауып қояқ, сөйлеп жүріп басын. Қараңыздар, iPhone 17. Мына iPhone 17 емес. iPhone 100 ғой ол. Десең, Білмеймін, iPhone қанша екен әйтеуір. Қымбат тұратын телефон iPhone 17 ма? Ұқсас екен. Мұны бағанағыдай сағат. 2 сағат. Ой, камера достар. Камера қосылып тұр ма? Жоқ, қосылып тұрған жоқ достар. Қосылып тұрса, бүйтіп қойғалып тұрады. Қосылып тұрған жоқ. Ақшалар, алтындар. Қараңыздар, чемодан ақша тола. Изумруттар, мұнан достар білесіздер ма? Мұнаның бір өзі 9 алмаздай шығады. Давайте сындырып көрейік біреу. Опа деп сындырамыз. Күшінен. Қараңыздар. Алмазный блок дейді достар, қараңыздар. Так, мұнаны енді біз верстаққа салып көрейік. Шынымен болса 9 алмаз. 9 алмаз. Шын алмаз ғана достар. Қараңыздар. Шын алмаз ғана. Алтын, алмаз. Шығып көрейікші достар. Так, шығу көрейік. Былай шығып алайық. Асая. Ой, баш. Жетел? Сен істепшін бе яқта? Жетел, сен қарай көткенсің ба еще? Сен аппадың өтер? Сая, қарағында бір сен яқта істепшін башы?
мен бұл жерді тауып алдым ғой. Сен үйің... Тоқта, сен қайда кеттің вообще? Сен ауылда да жоқсың. Мынау не вообще? Мынау алмазың қалай сен? Сен ауылда ең кедей жителі емес пе едің? Я сонда едім. Тоқташы вообще, Саят, мен саған бәрін түсіндіріп. Не үшін келдің сен бұл жерге негізі? Не үшін келдің дегенде мен сенен не алайын дегем, ноутбугымды алайын дегем. Сосын барып сен ауылда жоқсың ғой вообще. Қуасың ба, мен енді бір жерге кетіп қалдым ғой. Ноутбук дейсің ба? Айтпашы, мен сен ноутбук алдым ғой. Ноутбук менде, бірақ в общем, кешке дейін қайтарам. Бүгін де керек болып тұр. Бүгін де керек болып тұр дегенде, в общем, маған да керек болып тұр қазір, срочно. Ой, қазір онда бір жарты сағат па берем, жарты сағаттан кейін болмаса берем. Мен просто оны бір неге апарып қуарам басқа жаққа. Басқа жаққа сен қуасың ба? Жител бұл. Вообще менің керек заттарым болмай, сен ары кетсе тек бір аптаға ғана бергенім ғой. Не болды? Қалада ұмытып кеттім просто. Бопты. Осыдан бірақ ноутбугың нәрсе olsun, мен сені аямайым, түсіндің ба, жител? Ой, новыйды алып бере салам болмаса, не болды, жыламашы? Жыламайым ғой, бірақ бұзылып қалса, ода менің керек заттарым бар да. Тоқта, мына жерді сен қалай таптың сонда? Саян, ошам, мен саған түсіндірейін. Сен мен саған осыдан бір аптамын ноутбугыңды алған болатырмын, мен сол ноутбук арқылы, в общем, ойнап YouTube, в общем, не көрдім да, мен басында YouTube жүргізіп, сонымен кішігірім телефонмен сол немен монтаждадым бір апта бойы. Бір аптада мен примерно бір 100-ге жоқ видео түсіп тастадым, күнде түсіп тастадым ол қалада. Сөйттім да, нормально 100 подписчикке жеткенім, көшеде бір күні жүрген влог түсіріп, сол кезде жердің бір қағазын алып алдым. Сөйтсем ол лотерея типағындай не екен. Сосын мен соны ойнадым да, прикинь, мен 100 миллиард теңге ұтып алдым ғой, білесің ба? 100 миллиард теңге? Құма шетел, ол мүмкін емес қой? Саян, мүмкін емес, 100 миллиард теңге ұтып алдым ғой. Сен бейсің ба, сен маған қарасай болмаса жан бәрі алмаз бұл қалай ма? Мен еще қалады, білесің ба, қазір 3-тегі машинам бар ғой. Әлімде тек 3 андай гонка сияқты машина бар ғой. Сондайды менде 3-еу де бар ғой. Жителі бұл өтіргенді. Серьезно дейм? Қош, шынымен ба? Мен что-то сеніп тұрмын. Мына чемодан ақша. Осының бәрі сонда ма? Бұл жартысы ғой. Еще менде қалада әлі табыраз бар. Жарайды. Басында мен де ойлаған жоқпын ғой. Не қып естіп байып кетем деп, енді ақшамды жартысы құртып тастадым енді. Ақша көргеннен кейін бәрін несе алып кеткеннен ғой, сөйтіп өзім алып алдым енді. Қайда ақша қай жерге құртарын білмей жүрмін. Шешкім шірген бай болып кеттім ғой мен үшін. Жақсы жағдайың жаман емес қазір. В общем, жарайды, жарты сағат емес, бір кешке дейін, в общем, ноутбугын әкеп қойса, ма? Болды, жарайды, әкеп берем онда. Бопты, давай онда. Достар, көрдіңіздер ма, ана житер қалай байып кеткен? Күтпетсіз ғой бұлай байып деген. Шығамыз достар. Сөйлемей кеттім достар. Так, мынабай ашайық, мен оңайға жоқ қойғанем ба? Житер қалай кеттін әді сонда? Өзі істе қойып қойған ба? Тоқта, картинканы қойып қойық тағы да. Ада сөйлеп жүр жител. Анайдан шығуға сол көмектесетін шығар енді. Қойық енді осылай. Нормально тұра берсінші. Жителін өзі істеп алады енді. Достар, жителін қалай байып кеткен көрдіңіз ба? Бәсе мұна топырақ. Не ақып тұр десем, тоқтаңыздаршы ана топырақты. Кішкене бір шетін қас көрейікші. Түсінікті достар, мына жерін сонда естіп алмазбен жасырып қойған ғой. В общем, достар, мен видеоны аяқтайын енді. Видео ұзаққа созылып кетті. Бүгін, в общем, достар, мен осындай жителі байып кеткен. Достар, қарсаңыздаршы, мына жителі байып кеткен деп ешкім ойламайды ғой. Бұл ауылда ең кедей жителердің бірі еді ғой. Үйі шіріп жатыр, бірақ оның үйі шіріп жатыр да, бірақ мынаның артында уже байлықтар жатыр. Еще қалада тағы бұл жартысы дейді ғой маған. Ағасыңыздаршы.
білдіртпей жүріп деген болған ғой батареядан. В общем, достар, мен осымен видеоны аяқтайын. Бүгін осындай болды, бүгін осындай күн болды. В общем, ноутбугымды кешке дейін әкеп беру керек, енді жедел әкеп беретін шығар, қалды деді ғой. В общем, достар, мен не деп күттіңіз, видеоны аяқтайын, достар. Давайте лайк басып подписаться етіп өтіңіздер, достар. Мен де осыдан алдын видеолар салып жүрмін, достар. Тек ана Айшуақовтың дейлінің обложкасын қойған бір-ақ рет видеом сондай, в общем, нормально просмотр жинатты, нормально лайк просмотр жинатты. Ал видео болсақ, оның алдында өзім обложкамен салған видеоларым вообще нормально просмотр жинамай тұрса 20. Бұл не, достар, давайте нормально просмотр жинап, нормально лайк жинатырсақ, достар, нормально көрсеткізсек, достар, маған. И сіздер маған лайк басып, мен қолдан сайын мен шабыттанып көптеген видеолар түсіретін боламын, достар. Қазір байқап жүрген шығарсыздар, достар, мен нормально көп видеолар түсіріп жүрмін. Алда уақытта осындай қызықты челлендждер алды, достар. Менде өз түріммен түсіретін видео болады, достар. Менің түрімді көргілеріңіз келсе, достар, андай, давайте 300 подписчигіміз 500 подписчиге жеткізіп тастайық. И осы алда салып жүрген видеоның бәріне 1000 просмотрдан асып тастайық, достар. Содан кейін, достар, мен өзімнің түрімді көрсететін боламын, достар. Өзім түріммен бір влог түсірем, или бір челлендж түсірем, достар. Давайте онда менің видеоны аяқтайын. Сіздермен болған мен Саян Икс. Барлықтарыңызға давайте.